Менің атым Роза Ашырбаева. Жасым 39-да. Отбасылымын, 2 балам бар. Көбісі ажырасқан деп ойлайды. Бар. Осы қатынның байы жоқ дейтіндер, особенно. Қаржылық коучпын. Мен жалпы блогерлікке, осындай инфобизнеске, үлкен бизнестен келген адаммын. Яғни кеше бүгін емес, үлкен кәсіп, кіші, орта және үлкен бизнесте жұмыс істегенмін, мемлекеттік мекемелерде жұмыс істегенмін. Қазіргі кездегі миссиям Voice of Kazakh Woman. Менің блогерлігім әйелдердің адвокаты бола бастағаннан бастап дами бастады. Оны өтірік айтатын ештеңесі жоқ. Расында қоғамдағы әйелдің орны және әйелдің проблемаларын көптеп айтатын болған соң, қыздар мені жақсы көреді. Сондықтан да міне бүгін залда 99% қыздар. Сен жалғыз емессің кітабының авторымын. Көптеген даму трансформациялық курстардың авторымын. EdTech эксперт деп аталады қазіргі кезде нарықта, және Астана Хаб амбассадорымын. Қаржылық сауаттылық келесі. Қаржылық сауаттылық және ақша туралы ащы шындық. Бұл лекцияны мен көбіне жастарда, 1-2 курстың студенттеріне оқимын. Өйткені қаржылық сауаттылық туралы даже кәсіп жасап жүрген адамдарда білім жоқ. Негізінде қаржылық сауаттылықты қазіргі кезде білім министрлігінде осы мәселе көтеріп жатқанына біраз болды. 1-ші сыныптан бастап балаларға үйрету керек. Ал мен негізінде ата-ана қаржылық сауаттылықты балаларына үйрету керек деп ойлаймын. Бізде қоғамдағы ең үлкен қателіктердің бірі, ақша туралы біз жұмысқа тұратын кезде ойлана бастаймыз. Ақшаны басқару, ақшамен қалай жұмыс істеу, даже жұмыс істеп жүріп те, кәсіп жасап жүріп те, ақшаны басқару және қаржылық сауаттылықты көбісі білмейді. Сондықтан да кәсіп жасаса да ақшаға қосылмайтын адамдар өте көп. Жас кәсіпкерлер бар, орта жастағы кәсіпкерлер бар. Өте көп кәсіпкерлердің проблемасы, менің басқа да коллегаларым бар, қаржыгерлер, финмодель жасайтын, отчет жасайтын, солардың проблемасы 90% кәсіпкерлер өзінің ақшасының қандай екенін білмейді. Қайда кетіп жатыр, оның шығыны қанша, оның айналымы қанша, оны білмейді. Көп кәсіпкерлердің проблемасы ол кассовый разрыв. Бұның бәрі, сіздер сенесіздер ме, сенбейсіздер ме, жай ғана қарапайым теңгені теңгеге қосудан басталады. Бұл үлкен бір ғылым емес, қаржы, ақша деген нәрсе өте оңай нәрсе, бірақ оны білу керек, түсіну керек және оны басқара алу керек. Қаржылық сауаттылық дегеніміз не? Қалай ойлайсыздар? Сіздерге сұрақ. Кім қол көтеріп айта салады? Алдыңғы жақтардан кім қалай ойлайды? Қаржылық сауаттылық дегеніміз. Мақұл, қаржылық сауаттымын дейтін адам не білу керек? Дұрыс жұмсау, жақсы. Кіріс пен шығысты білу керек, өте жақсы. Пассив, ақша жинау, инвестиция. Актив пен пассивті білу өте жақсы. Сіздер? Ау? Әдемі, күшті, өте әдемі. Қаржылық сауаттылық дегеніміз осының бәрі. Сіздер айтқан нәрсе келесі. Ақшаның қалай жұмыс істейтінін түсініп, оны табу және басқару қаржылық сауаттылық деп аталады. Ақша қалай жұмыс істейді, ақшаның айналымын көп адамдар білмейді. Менің кішкентай балам мектептің кезінде, сол 6 жас, 7 жас кезде ма, мен магазинге барып бірдеңе сұрайды ғой менде. Менде ақша жоқ десем, айтады, ана банкоматтан ала салсайшы дейді. Бала ойлайды, ақша банкоматта бар, сен ала бересің деп. Ол түсінбейді, ол карточкаға түседі, ал карточкаға сен тапқан ақша түсетінін білмейді. Негізінде көп ересек адамдар ақша айналымын білмегендіктен, ақшаның бәрін осындай бір темір сандықтар береді деп ойлайды. Сондықтан да жаңағы займға барады, тағы да бірдеңе ақша керек кезде бірден осындай ақшаны бір оңай бере салатын, біреу қарызға бере тұратын жерді іздейді. Вроде бы үлкен адам, бірақ бұл дегеніміз адамның қаржының қалай айналатынын түсінбейтінінде. Қаржы қалай айналады біздің экономикада? Мысалы, бухгалтерлер айтады, бір адам салық төлесе, 6 адам зейнетақы алады. Бізде жалпы әр ақша
әр тиын айналады. Сен ұстаған ақша саған, сен ұстаған ақша саған, сен ұстаған ақша саған. Біз оны ойланбаймыз. Ақшаны күнде құртқан кезде, тапқан кезде ол нәрсені ойланбаймыз. Негізі қаржылық сауаттылықтың негізі ақша айналымын сіз түсінсеңіз, кәсіпкерге сыйластықпен қарайтын еді. Өйткені ол білет саған келген ақша қасындағы конкурентіне де келетін ақша. Ақша айналымын білсе. Адамдар салық төлейтін еді. Мысалы, сен төлеген салық 6 адамның зейнетақысын екенін білгенде салық төлейді. Бізде көбісі салық төлемейді деген сияқты. Бұның бәрі жалпы жаңағыдай салықтан жалтару, көп кредитке кіру деген сияқты проблема ақшаның айналымын түсінбеу және ақша айналымына сенің қандай қатысы бар екенін түсінбеу. Әр адам қатысады. Кішкентай балада ақшамен магазинге барып сағыз алса да, ол да экономиканың бір мүшесі болып есептелінеді. Ол да ақшаны айналдырып жатыр. Осы процестерді түсінген адам, сол нәрсені кішкентайынан бойына сіңірген адам өскен кезде әрине оған кәсіпке бару, жұмысқа тұру, ақша табу оңай болады. Бізде сол нәрсе өкінішке орай жоқ. Бірақ бұл жоқ дегенмен қарап отыруға болмайды. Бізге ақшаның айналымы жалпы қаржылық сауаттылықты қазірден бастап үйренген жөн, және де ата-аналар бала шағасынан кішкентайынан бастап үйреткен жөн. Осы жерде бір лайф қайсысын қайсағы? Батарей сатып қалды ғой. Рахмет. Лайфхак сіздерге балалармен келіп атқандар бар екен. Кез келген бала определенный бір возрастта ақшаға қызығушылық танытады. Кез келген бала. Біреу 2 жаста, біреу 5 жаста, біреу 7 жаста. Сондай кезде сен әлі кішкентайсың, ақша туралы сұрама, араласпа деп бетін қақпаңыздар. Ақшаны түсіндіру керек. Сосын балалар иногда жаңағыдай магазин ойнағысы келеді, кафе ойнағысы келеді, бір нәрсе сатқысы келеді. Сондай кезде поддержка жасаңыздар. Бұл да баланың болашақ кәсіпкерлік қабілетінің оянуы деген сөз. Сен кішкентайсың, болмайды, ақшаны әкел өзім әперем. Балаға сыйлыққа ақша береді ғой, қонақтар келген кезде. Особенно Атырауда, тойда, ақшаны таратқан кезде. Не істейді, мамалар алып қояды, өзім саған ертең кроссовка берем деген сияқты. Балаға осы кезде сол ақшаның құнын түсіндіріп, оның не нәрсеге, не үшін оған кроссовка керек екенін түсіндірген жақсы. Ол бала түсінбейді, мен зачем мне кроссовка, мен аяқ киім бар, мама, мен алмайын дейді да. Ал сіз білесіз үлкен ретінде ол кроссовканы ертең ол күн суығанда киетінін. Соны балаға түсіндіріп, бірге дүкенге барайық деген сияқты. Бала қайда не үшін керек екенін кішкентай кезінен түсінсе, есейгенде ақшаны басқару оған оңай. Біздегі қателік осы. Бала жасөспірім кезде де ақшаны көрмейді, бала кезде де ақша көрмейді, студент кезінде азғантай ғана жаңағы стипендияны көреді, одан кейін жұмысқа шық дейді. Сосын жұмысқа шығады сосын ол. Үйтіп бүйтіп жұмысқа тұрады да, сол стипендиядан сәлақ көп ақшаны табады. Сосын сәлақ көп бірінші айлықтар сондай ғой, шамалы ғана көп болады стипендиядан. Сосын не істейді, оны 2 күнде жоқ қылады. Сауып жібереді деп айтады, Атырауда ма, Ақтауда ма, қайда сауып жібереді ақшаны 2 күннің ішінде. Ақтауда айтады. Сол сияқты құртып жібереді, өйткені ол сол жасқа дейін өз басымен өзі біліп ақша жаратып көрген емес. Қабілет деген нәрсе бір күнде келмейді. Ақшаны басқару жұмысқа тұрған кезде пайда болмайды өзінен өзі. Қаржылық сауаттылық, ол да бір ақшаны басқарып үйрену, ол да бір қабілет, оған уақыт керек, оны практиковать ету керек, ертерек бастаған дұрыс. Мен 6-шы класстан бастап сауда жасаймын. Жағдай солай болды. 90-шы жылдары жасөспірім болған адамдар біледі, менің замандастарым біледі. Ата-анамыз жұмыссыз немесе бала-шаға, жаңағы інілерді бағасың, ата-анамен бірге, ересекпен бірге ересек болып жүріп, сауда жасайсың, жұмыс істейсің. Мен 6-шы сыныптан бастап ақша тапқам. Ақшаның экономикадағы айналымын мен қаласам да, қаламасам да білдім. Мен өзімнің балаларымның осындай қиын түрде білгенін қаламас едім, ойын түрде білгенін қалайтын едім. Әрине менің басымнан өткен тәжірибе бала кезімде маған қиын болған шығар, бірақ балалар осыны ойын түрінде үйрену керек. Өзіңіз бизнес жасайтын болсаңыз, дүкенде істейтін болсаңыз, балаңызды бірге алып кетіңіз сабақтан кейін. Сізбен бірге ақша санасын, сізбен бірге жаңа клиенттерге жауап берсін, сдача берсін. Ұрыспай, жаңағыдай болшы тез, бол, бағана үйреттім ғой, неге жасамайсың демей,
наберитесь терпения, балаға осы нәрсені үйреткен жақсы, особенно ұл балалар. Мына нәрсені көп айтам, бүгінде маған қыздар көбірек келді, жігіттер көп келгені әрине абзал болатын еді, өйткені көптеген сол университеттерде сабақ берген кезде мен байқайтыным, ол жерде енді жігіттер қыздар бірге келеді ғой. Жігіттер көбіне ақша мәселесіне басын қатырмайды. Қыздар өте ерте ақша таба бастайды. Өздері iPhone алады, бірдеңе. Жігіттер почему-то көп ойланбайды екен. Сондықтан да бүгінгі әңгімені жігіттеріңізге айтып барыңыздар, інілеріңізге, ағаларыңызға. Келесі. Қаржылық сауаттылықтың 5 негізі. Осы 5 негіз бізге қаржыгерлерге осыны үйретеді. Осы негізгі факторлар болып табылады. Бірінші нәрсе ол ақшаға айырбастау құралы ретінде қарау. Қаржылық сауаттылығы төмен мемлекеттерде ақшаға қаржылық жаңағыдай айырбастау құралына қарамайды. Ақша это как инструмент власти, биліктің бір инструменті ретінде, мақтану, панты деген сияқты осындай не ретінде қаралады. Өте өкінішті әрине, бірақ адамдар егер ақшаның айырбастау құралы екенін білсе, бұл проблеманы шешу оңай. Екінші мәселе ақшаны жоспарлау. Кім қаншалықты ақшаны жоспарлайды? Шын керек, менің өзімде 30-дан аса келдім. 30-дан асқан кезде ғана келдім. Менің бүкіл ақшаны жоспарлауым бір айлықты арендаға, кредитке, тамаққа, тойға, бірдеңеге сомен ғана бітеді. Яғни ақшаны жоспарлау бір айлықты ғана бөлшектеп шығумен ғана бітетін тұғын. Өйткені мен ол кезде ақшаны жинауды үйренбегенмін. Ақшаны жинамай, ақшаны жоспарлау практически невозможно. Өйткені біз бір айда кетіп қалатын ақшаны ғана табамыз, дұрыс па? Оны білесіздер, өте көп кәсіпкерлер де бар. Басқаларға қарағанда көбірек ақша тапса да, сол ақшасы қайтадан кетіп қалатын кәсіпкерлер бар. Өйткені жиналмайды. Ақша тек жиналған кезде, жинауды үйренген кезде ғана ақшаны жоспарлауға болады. Бір айдағы шығынды есептеу, ол, в принципе, не проблема. Ақша жоспарлауды үйрену. Екінші, қаржы мекемелерімен жұмыс істей алу. Қаржы мекемелері дегеніміз кім? В основном ол банктер. Банктер, ақша айналатын мекемелер, сондай жерге солармен жұмыс істей алуда үлкен сауаттылық қажет. Мысалға, сіз банкке барасыз, банк қызметкерлерімен қалай сөйлесесіздер? Олардың берген документін оқисыздар ма? Кредит алған кезде договорды оқымай көзді жұмып кім қол қоя салады? Подозрительно күліп жатыр. Подозрительно күліп жатыр банда деген, миығынан жасырынып. Қаржылық мекемелермен жұмыс істеу кәдімгі сол банктен басталады. Даже элементарно сіз банковский счет ашқан кезде, оның договорын сіз қарау керексіз. Сізде байқамайсыздар, көбісі счет ашқан кезде годовой обслуживание болады 2000 теңге. Соны ұмытып кетеді, счеттің ақша түскен кезде 2000 теңгем қайда деп іздеп жүретіндер. Осындай детальдардың бәрін білу керек. Мен өзім қаржыгер болғандықтан бұл нәрсені бір сұмдық, бір пысық болғаннан, бір вундеркинд, бір ақылды болғаннан үйренген жоқпын. Просто мен бухгалтер болып істедім де, сол үшін мен білем. Ал негізінде барлығыңыз бухгалтер емессіздер ғой. Бірақ жаңағыдай қаржылық документтерді оқи білу бұл өте пайдалы. Платежкалар не үшін керек? Даже мысалы қараңызда, көп адамдар үйге келген квитанцияны дұрыс оқымайды. Просто сол жерде көрсетілген санды төлеп отыра береді. Рас қой да? Сальдо, бірдеңе, мынау қайдан келген ақша, көбісі ойланбайды соны. Негізі қаржылай сауатты адам, біздер ойлаймыз қаржылық сауаттылық деген жаңа инвестицияны білу керек дейді. Қой тұрыңдар, оған дейін барамыз әлі. Үйге келіп жатқан қаржылық документтерді оқи алу керек. Элементарно просто кәдімгідей отырып, ашып, оқып, мынау нені білдіреді деген сияқты. Яғни сенің ақшаң кетіп жатқан әрбір құжатты оқи алу өте маңызды. Сол кезде баста ақпарат пайда болады да, мен мынандай ақша айналымға қатысып жатырмын. Мен коммунальный услугаға төлеген ақшам мынаған кетеді, мынаның айлығына кетеді, тағы бірдеңе, тағы. Сонда сіз жаңалық оқыған кезде түсініп оқисыз. Мыналар ақшам не қажы беріп жатыр екен ғой деген сияқты. Көп адамдар осындай документтерді оқымағандықтан комментарийда мынанша ақша акимат бөліпті, мына жаққа бөліпті деген кезде астында қырылып жатады ғой. Халықтың ақшасы деген, не істеп жатсыңдар сендер деген сияқты. Ал негізі ақшаның айналымын білсең, сен түсінесің ол ақша қайда кетіп жатыр. Сосын реально осындай қаржылық документтерді оқи алатын адамдар акиматтардың сайтына кіріп,
қай ақшаның қайда кетіп жатқанын спокойно көріп оқи алады. Олар бүкіл отчетты шығарады, ол жерде жасыратын ештеңе жоқ, ешкімнің ақшасын ұрлап жатқан жоқ, сондықтан да просто кішкене оқи алу керек документті, иә. Төртінші, пассивті табысты ұйымдастыра білу. Пассивный табыс ол основной табыстан кейінгі келетін табыс. Сіз бірінші өзіңіз күнделікті табысыңызды тауып үйренесіз, одан кейін пассивті. Бізде көбіне өз қабілетімен ақша табуды үйренбей жатып, пассивті және жаңағы инвестицияны ойлайды. Мынау неше түрлі пирамидаларға көп ақшамен түсіп қалатын кісілер кімдер? Олар случайно түскен ақшасын немесе үйін сатқандағы түскен ақшасын алады, инвестиция деп ойлайды, сондай пирамидаға түсіп қалады. Неге? Өйткені пассивті табысқа дейінгі өзіңнің табысыңды табу этапында олар жақсы нақтылай аяғында тұра алмады. Қазір мен ары қарай айтам, ақшаның өзі табу, баюдың деп айтайықшы, баюдың бірнеше этаптары бар. Инвестор болуға дейінгі бірнеше этаптар бар, сол этаптардың бәрін игеру керек. Және бесінші нәрсе инвестиция туралы білу. Бұл енді ақша басқарудың шыңы деп айтуға болады. Менің өзім инвестицияны енді үйреніп жатырмын. Қиын нәрсе. Бұл жерде ақшадан бұрын бізде ойлаймыз ғой, инвестор болу үшін ақша керек деп. Инвестор болу үшін ақшадан бұрын өте мықты мінез керек. Өте мықты мінез керек. Ол жерде өйткені соблазн деген көп. Сенің қалтаңда 40-50 миллион, 100 миллион ақша болған кезде, сен инвестор болып бірдеңеге ақша салатын кезде өте мықты білім керек, біліктілік керек және мінез керек. Сондықтан да көбісі жаңағы пирамидаға түсіп қалатындар біліктілік болмайды, мінез болмайды, қолдағы ақшадан сол үшін айырылып қалады. Сондықтан да инвестицияға бірден келмейсіздер. Хорошо? Бізде инвестицияға кішкене артық ақша жинаса, мысалы, даже сіз жыл бойы, 2 жыл бойы ақша жинадыңыз, мен енді осы ақшаны көбейтейін, енді мен инвестор боламын деп көп адамдар ұтылып қалып жатады. Инвестицияның өзінің заңдылығы бар, инвестицияға дейін келетін жол бар. Жаңа айтам деп айттым ғой, байлықтың бірнеше этапы бар. Бірінші этапы ақшаны тауып үйрену. Яғни сіз өзіңізге ақша табудағы жаңағы автоматизмға жеткізу керексіз ғой, автоматым. Сіз никогда қиналмауыңыз керек. Мысалы, көп адамдар жұмыссыз қалса қорқады, жұмыссыз қалам ба, жұмыстан шық қалам ба деп қорқады. Ал сіз сондай адам, сондай өз ісінің шебері болуыңыз керек, мен жұмыссыз қалмаймын деген. Сондай уровень болған кезде, это называется ақша табуды үйрену. Мен сондай білікті маманмын, мен қай жерге барсам да жұмыс табамын, мен қорқпаймын деген сияқты. Вот это, адамда мысалы ақшасыз қалуы мүмкін, біз білмейміз. Пожар болады, басқа болады, мошенникке түсіп қалады, немесе қатты бірдеңеге керек болып қалады, бүкіл ақшаңды жаратып жердің. Сенде қолыңда ақша қалмады, бірақ адамда біліктілігі ешқайда кетпеу керек. Сол біліктілігің болған кезде сен кез келген кезде нөлден көтерілесің, немесе минустан көтерілесің. Яғни баюдың бірінші этапы ол өзіңнің ақшаңды таба білу, ақша таба алатын сондай маман болу. Түсінікті ғой? Бұл бірінші мәселе. Бірінші этап. Екінші этап ақшаны басқару. Жаңағы кіріс пен шығысты басқарасын, ақша тауып болғаннан кейін, уже үйренгеннен кейін, әбден білікті болған кезде кіріс пен шығысты есептейсің және ақша жинай бастаймыз. Ақшаны кім жинай алады? Қол көтерейікші. Күшті. Примерно білгеніндей 10-15%. Расында халықтың 10-15% ғана ақшаны спокойно, қиналмай жинай береді. Мен ақша жинаватым. Кейбір сондай пысық подружкалар болады ғой, нервтан жататын ше. Мен айлығымнан жинаймын деген кезде қалай жеткізесің сен? Дым таппаймыз осы деген сияқты. Ол адамның өзі тума мінезі, ол үйренген жоқ, просто ол спокойный адам. Ол жаңағыдай маркетингке, манипуляцияға берілмейтін өте спокойный адам. Қалғандардың бәрі маркетингтің жертвасымыз. Анау бара салайын, кофе іше салайын, туған күнге бара салайын, осы бір ақшам бар ғой. Бір не бопты сол ақшам жоқ адам сияқты. Один раз живем деген сияқты немен. Ақша кетіп қалады, Жаңа айтқандай 90% адамдар сондай. Ақша жинап үйренудің өзі үлкен жұмыс. Особенно жаңа маркетингке қатты қызығатын сондай адамдарда бұл өте қиын. Сондықтан да ақша жинап үйрену керек. Ол қабілетті дамытуда
мен өзімнің сабағымда айтам, сіздерге де айтайын. Ең басты секрет. Ол ақшаны бір определенный, мысалы, кез келген қаржыгер бізге айтады, ақша жинау үшін сен табысыңның 10%-ын жина дейді. Егер сіз 200 мың табатын болсаңыз, ай сайын 20 мың салуыңыз керек. Бөлек бір депозитке. Больно ғой анау. Больно ғой, ана 20 мыңды ше, лишний раз бірдеңе алғың келеді. Қалай ол? Ана 180 мың жетпейтін сияқты, адам қиналады, қатты қиналады. Сөйтеді, бір ай шыдайсың, 2 ай шыдайсың, 3-ші айда білмеймін, бірдеңе тауып алып, сосын кейін қазір мектен ақша табамын, сосын орнына қоя саламын деген сылтаумен ол ақша жоқ болады. Бұл проблема практически бәрінде бар, сондықтан да ақша жинап үйрену үшін бірінші нәрсе, Каспиде жинамайсыздар оны, потому что Каспи сіздер күнде қолданасыздар. Ол көз алдыңдағы тұрған ақша, ол көздің күйігі, жеп бітеді. Тұр ғой, ала салайын, сосын орнына қоя салам деген сылтаумен кетіп қалады. Басқа шот ашыңыздар, бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, 10% деп өздеріңізді қинамаңыздар. Қандай сумма сізге удобный, соны саласыз. 2000 болса да, 3000 болса да, и главное, не ругайте себя. Не енді осы ақшама деп та. Мәселе ол жерде емес. Бұл жерде бірінші принцип адамда мен ақшаны былай бүйтіп шетке алып қоя аламын деген әдетті қалыптастыру. Бұл жерде ең басты мәселе суммасы емес. Яғни, мен осы ақшаны алып, мына қалтама сала аламын деген әдетті қалыптастыру. 7-8 ай солай болады, 5000 теңге, 7000 теңге, 10 000 теңгеден жинап. Одан кейін это будет уже не больно. Бізде основная проблема, неге біз жиналған ақшаны құртып қоя береміз? Больно ғой, жаңағыдай 10% беру. Миллион табатындар 100 мың салады, больно, например, 100 мың салуға ше, мен ол 100 мыңға мынаған қыдыратын ем деген сияқты. Сондықтан да осы принципті ұстансаңыздар, ақша жинау оңай болады. Екінші этапын айттық, басқару, жинау, сосын жаңағы айтқанымыз пассивті табыс, және ең жоғарғы ақшаның бай болудың шыңы ол инвестиция. Инвестицияны жасау үшін үйрену керек. Қазір білесіздер, көптеген банктер приложениенің өзінің ішінде инвестиция жаса деп айтып жатыр. Жусан банкте бар, Народныйда бар, тағым бар еді, почти бәрінде бар. Центр кредитті алтынға жинау деген бар, әртүрлі. Мемлекеттік мекемелерден беретін инвестициялар, олар не береді? Сабақтарын береді, видеоуроки там есть. Соларды қараңыздар, міндетті түрде қараңыздар, оқыңыздар. Ол жердегі инвестиция жасауға болады. Қалған биржаға жасайтын инвестиция, олардың бәріне оқу керек. Арнайы жақсы мамандардан, сертификатталған мамандардан оқу керек. Хорошо? Өте мынандай спорный вопрос бар, үйге ақша салу жайлы. Көбісі үйге салып жинайды, особенно үлкен кісілер жақсы көреді. Ойбай, одында бір квартира алып қояқ, құрсын, қайдағы биржаны айтып отырсың, қаладан ұялып қояқ, кейін сатып жібереміз деген сияқты. Егер сізге сол комфортны болса, жасай беріңіз. Егер сол комфортны болса, жасаңыз. Үлкен споры, у нас бізде қаржыгерлер осындай бір отырыстарымызда немізде бір-бірімізде қырылып қаламыз, біреулер невыгодно десе, біреу выгодно дейді. В любом случае, салған ақшаңызды жоғалтпайсыз. Егер де дұрыс объект таңдасаңыз, дұрыс қала, дұрыс не таңдасаңыздар, онда жоғалтпайсыз. Недвижимостьқа ақша салу, ол ақшаның хотя бы құрып кетпеуіне көмектеседі. Көбісі анда бизнес жасаймын деп не қатты, одан да үй алып қойыңыз, тып-тыныш отырыңыз. Если білім жетпесе. Хорошо? Келесі. Негізі ақша туралы ақпараттар, былай қарасақ, кез келген қазір YouTube-та ашсаңыз да, жаңағыдай отбасылық бюджетті басқару деген сияқты ақпараттар өте көп. Бірандай бір қиындық, ойбай, ондай білім жоқ, қайдан аламыз деген нәрсе жоқ. Қаржы туралы кітаптар да көп. Өте түсінікті ақпараттар, бірақ неге қаржылық сауатсыздық басым? Бұл үлкен проблема. Үлкен проблема, білім бола тұра оқымайды, және осындай элементарный нәрселерге басын кіргізіп тұрып оқығанды қаламайды. Неге? Өйткені жалпы ақшаның біздің өміріміздегі алатын орны жаңаға алмасу құралы емес. Айттым ғой, бірінші негіз ол алмасу құралы ретінде қарау. Бірақ біздер ақшаны басқа тұрғыда қараймыз. Келесі слайдта осып беріңізші. Сіз үшін ақша дегеніміз не? Ау, свобода? Жарыспаймыз, қол көтеріп айтамыз. Мүмкіндіктер,
Свобода. Аха. Қажеттіліктерді өтейтін құрал. Күшті курстар оқып алған ғой. Аха. Аха. Саяхат, еркіндік, бір анда еркіндік қыдырасың. Аха. Ау? Комфорт? Сенімділік. Аха. Сосын? Безопасность, өте дұрыс. Аха. Сосын самооценка көтеру құралы, Мә, ақшаң болса қалтаңда. Талтаңда да талтаңда. Рақат қой, ақшаң болған кезде өзің сеніп сезінесің. Да? Бұның бәрі дұрыс емес деген мәселе емес, бірақ бұл ақша туралы білімнен үстем болмау керек. Ақша туралы білімнен, сіздің ақшаға қатысты біліктілігіңізден, қаржылай сауаттылығыңыздан жоғары болмау керек. Көп адамдар именно қаржылық сауаттылығы жоқ, бірақ жаңағы ақшаны бұл еркіндік, бұл мүмкіндік, менің өмірімді, жолымды ашатын, бұл менің самооценкамды көтеретін нәрсе деген нәрсені жоғары қояды. Сондықтан да тапқан ақшасы құмға кеткенде жоқ болады. Сондай эмоцияға беріліп, керек емес тойларды жасап, керек емес жаңағы ақша шашатындар көп қой, өте көп. Мысалы, көп оборотта ақша ұстап, сосын қайталай алмай қалған адамдар бар ма? Үлкен сумма ұстап, сосын болды, одан кейін қайталанбаған. Бывает же, вот классно бір сауда жүрді, есть? Нормально өп келетеді да, сосын болмай қалады, қайталанбай қалады. Проблема на жерде. Сіздер ақшаны жаңағы эмоциональный немен байлайсыздар. Ақшамен махаббат, роман ойнап кетесіздер ғой, ол андай любовь болып кетеді. Ол ақшаны жаман көр деген мәселеде емес, просто эмоциональный байланыс жоғары болып кетеді. Это оказывается больше, чем просто деньги. Ақша тек қана айырбастау құралы, сенің өміріңде комфорт алып келетін, сенің проблемаларың шешетін, сенің қолыңды ұзартатын құрал. Бірақ жаңағыдай ісініп, бет, ақша тауып кетеміз ғой, сондай кезде. Сосын көп жағдайда бізде мынандай бар, қанша дегенмен қазақ біз туысқаншыл халықпыз, туысқандардың ортасында, достардың ортасында біреу көп ақша тапса, бәріңді соларға өзіңді бір қарызгер сезінесің ше. Особенно жігіттерде сондай, тапқан кезде. Бәрі саған қарап тұрған сияқты, роднойлардың бәрі, кафеде бәрі, сен төлеу керексің счетты ше. Бәрі үндемей тұрады, саған қарап отырады, счетты сен төлейсің. Сондай сияқты нәрселер өте көп. Осындай қоғамдық манипуляцияларға тұра білу үшін адамда тұлғалық даму болу керек. Четкий адам аяғында тұра алу керек та, келесі слайд. Бұсын айттым, адамдар алмастыру құралы ретінде қарамайды. Яғни эмоциональный басымдылық ақшаға көп берілгендіктен сіз қолдағы ақшаны ұстай алмайсыз. Это проблема. Жоқ деп айта алмайсыз. Жоқ деп айта алмау біздің қазақтың болы. Мысалы, сіз үйде ақшаңыз тұр, артық ақшаңыз тұр да, ол сізде ақша бар екен, сізден басқа ешкім білмейді. Бірақ үйге келіп біреу қарыз сұраған кезде начинается тыпыршып, ол ойлап қалатын болды ғой. Как будто ол адам білетін сияқты да, сізге кажется, что ол адам білет сіздің ақшаңыз бар екен. На самом деле ол білмейді, жоқ, мен қазір ақшамды бере алмаймын. Маған өзіме керек, өзім жоспарларым бар деп айта алмайды, сөйтеді да, өзінің бір жоспарына жинап отқан ақшасын беріп жүреді, сонымен өзінің жұмысы қалады, ол қарызы уақытында келмейді. Қарызынан қуалап жүрген адамдар бар ма? Қарызының артынан қуалап жүрген. Жоқ деп айтамайсыздар ғой да. Қарыз берудің өзінің үкімі бар, даже исламда бар, білесіздер ма? Куәгер арқылы распискамен беру керек. Бізде распискамен, мейлі қарызға ақша берейін, расписка жаза сал деген кезде, сол жерден құлайды ғой бәрі. Артқа қарай құлайды бәрі. Сен мені кім деп ойлап атсың? Неге осы ма сенің родной болғаның, да? Туысқандардың ортасында сондай жүре ма? Бұл жерде уже ақшаны сұрап атқан адамның ниетіне қарай беруге болады. Берем деген адам бұл дейді алып келеді, расписка жазып береді. Қайтаратынына уверен болған адам. Значит, ол адам бір созып әйтеуір бір берем ғой деп сондай ниетпен алып жатыр, примерно. Негізі ол дінде де бар, жалпы документ оборот, юридический документ оборот исламда бірінші дамыған, Европа мемлекеттеріне қарағанда. Өйткені жаңағыдай осындай алыс-берістің ортасында куәгер болу керек, ол қағазға жазылу керек деген нәрсе Европада жоқ кезде ислам мемлекеттерінде болған.
Сондықтан да бұл біздегі бар нәрсе, оған ұялмау керек, қағаз жүру керек екі ортада, және куәгер болу керек. Берем деген адам ұялмай қағазын толтырып береді. Е? Сауатты болайық. Так, менің келесі. Скучно кеткен жоқ па? Есіне отыр ана жерде бір екі адам. Есінемеңіздер. Рахмет. Осы жерде жаңағы эмоциональный нәрсе айтып жатырық қой. Неге біздер қолға ақша түскен кезде жаңағы эмоциямыз ойнайды. Самооценка көтеріледі, бір еркіндік пайда болады. Өйткені бұл бір психологиялық біздің бір зажимдарымыз шығар. Балалық кездегі біздегі ақшамен қарым-қатынастың дұрыс болмауында. Кім өзінің алғашқы ақшасы есінде? Алғашқы қолға түскен ақша бала кездегі. Не істедіңдер ол ақшаны? Мама алып қойды ма? Ұрсып, не істедіңдер? Мынандай ситуациялар болатын. Маған көп осындай историялар келеді ғой. Жаңағы қолына ақша түседі, бір баланың, сөйтсе мамасы ма, или апайы ма, біреу келеді де айтады, ана ініңе бөліп бер. Ұялмайсың ба? Інің ғой сенің, бауырың ғой ол деп айтады. Е? Тағы да қандай ситуациялар болады? Ақшаны өзіңе алмаған кезде. Мама өзі алып қояды, немесе ініңе бөліп бер дейді. Бір оқырманым жазып, сондай бір историясын айтып береді да, сол қан ішіп қойған ғой, берсейші, апай айтқан ғой. Берсей ана бауырыңа бер деп. Ол кезде анда 200 теңге қағаз емес па? Бөліп бер деген психовать етіп қағаз ортасына бөліп жартысын берген. Датаман нервісі қайнап кеткен ғой, алып 200 теңгенің ортасынан бөліп бергісі келмейді бала. Негізінде бала ақшасын бергісі келмейді, вы должны это понимать. Бала егер ақшаны жаратуды білмесе, бірге жаратып үйрету керек та, оны алып қоюға болмайды. Бізде ақшамен алғашқы қарым-қатынас біздің эмоционалды, бейсаналы әрекетімізді мида алып қалады. Егер қолыңыздан ақшаны алып қойған болса, пристыдили, ұят болады. Ініңе бермедің, сіңіліңе бермедің. Осы азаннан кешке шейін сендердің қамдарыңды ойлап жүріп қой сол. Бер өзіме ақшаны, ертең продукт алам, да? И балада андай чувство вины болады. И вот это первое ощущение, первый роман, ана келіннің бетін кім ашса сол ыстық демекші, ақшамен бірінші қарым-қатынас көп адамдарда мида қалыптасып қояды. И сіз сол стратегиямен, сол сценариймен өмір сүресіз. Қолға ақша түскен кезде примерно один и тот же сценарий повторяется. Подумайте об этом. Кімнің есіне түсті, кім есіне түспеді. Қолың ақша түскен кезде обычно сен өзіңдікі ретінде қабылдай алмайсың. Келесі слайд. Психоаналитиктер айтады, психотерапевттер айтады, адамның жалпы психикасы 8 жасқа дейін қалыптасып қояды. Сіздің 8 жасқа дейінгі орналастырған қарым-қатынасыңыз, өмірде өзіңізді қалай сезінесіз? Қауіпті сезінесіз ба, қауіпсіз сезінесіз ба? Кейбір балалар өз үйінде өзін қауіпті сезінеді, чувство безопасности нету. Көп адамдарда сондай болды, біз солай өстік. Мысалы, мен өзім балалық шағымда айтатын болсам, менде сондай болды. Өйткені менің інім ауырды да, әке-шешем інімді әрі-бері больницаға апарып жүріп, мен туысқандардың үйіне апарып жүрді. Өз үйімде почти болмайым. Кішкентаймын ғой. И у меня вот это вот чувство безопасности сильно пошатнутое было. Мен өзімді өз үйімде сезінбейтін едім. И это остается в психике. Мен өте көп психотерапия өткенмін. Өйткені жаңағыдай өз үйіңді, өз орныңды безопасности сезінбейсің. Көп адамдарда осындай жаңағыдай балалардың туысқандардың үйіне беріп жүретіндер көп қой, жаңағы ата-әжесіне беріп жүргендер, бауырларына беріп жүрген деген сияқты. Примерно сол ощущение, получше менде. Негізінде осы мәселе адамның психикасы 8 жасқа дейін қалыптасып қояды. Сіз балаға 8 жасқа дейін қандай сезім, қандай ощущение бердіңіз, ол сонымен ертең үлкен өмірге барады. И на самом деле 8 жасқа дейін бала уже ақшамен танысып қояды, хотите вы этого или нет. Ол үйде әке-шешесінің әңгімесін тыңдайды, ақша үшін болған ұрыс-керісті тыңдайды, қолына түскен ақшаны алып қойғанды көреді. Ода уже первое впечатление с деньгами уже сложено. Отырып қойды мида. Ақшаның не екені туралы өзінің миында бейсаналы ақпарат бар. Есейген адам осы ақпаратпен жұмыс істеп, корректировать етпесе, это будет большой проблемой. Сол ақша болмаған күйі болмайды. Сондықтан да, не үшін мен жаңа сұрап жатырмын? Келесі слайд.
8 жасқа дейін қалыптастырып қойған ощущениенің үстінен бізде әдеттер қалыптасады. Одан кейін сіз уже қолыңызға ақша түскен кезде сол бір один и тот же ақшаға қатысты әрекетті жасай бересіз. Өйткені адам дегеніміз это комплекс привычек. Біздің 98% әрекетіміз ол әдет. Просто әдет. Мысалы, сіз оң қолмен тамақ ішетін болсаңыз, попробуйте сол қолмен жеп көріңізші, не получится сразу, я? Көп үйренесіз. Кез келген әдет, ақшаға қатысты әдеттер, адамдармен сөйлесудегі әдеттер барлығына, егер сіз өзіңізді қайтадан тәрбиелейтін болсаңыз, ол бірден болмайды. Я, сөйлесу манері особенно. Кейбір кәсіпкерлер болады, жұмысым жақсы, бәрі жақсы, бірақ мен партнермен договорға келе алмаймын, басқа бизнесім өспейді. Қарап отырсаң, сөйлесу манерасы өте дұрыс емес. Ешкім онымен партнер болғысы келмейді, оған ешкім оның ортасында онымен бірге өскісі келмейді, командада жақсы мамандар тұрмайды. Неге? Өйткені сөйлесу әдеті, өзіне әдет, өзі дұрыс деп ойлайды, бірақ оның қасында адамдар жиналмайды. Адам сондықтан басқаша сөйлесіп үйрену керек та, ол оңай емес. Тура жаңағыдай, оң қолмен тамақ ішіп жүрген адамды сол қолмен жегізіп көріңіз. Біздің бүкіл әрекеттеріміз 98% бұл әдет. Егер де өміріңізде бірдеңені өзгерткіңіз келсе, онда әдетті өзгерту керек. Сол мәселеге қатысты, сөйлесуге қатысты. Мысалы, қарым-қатынаста, жігітпен сөйлескенде одни и те же сценарий, қыздар. Вроде бы жігіттер разные, а сценарий тот же. Да? Какая-то ошибка есть в привычке, в поведении. Сөйлескенде бір өзіңді ұстағанда бір какой-то бір ошибка бар, сол ошибканы табу керек, соны жөндеу керек, болды, онда тұрған ештеңе жоқ. То есть адамдар әртүрлі, сенің поведениең. Бұл жерде жауапкершілікті өзіңе алу керек та. Әртүрлі жігіттермен танысам, әртүрлі жігіттер келеді, бірақ бәрі бір түрлі емес та. Это ты выбираешь бір түрлі адамдарды. Сен жұмыс беруші ретінде тұрақты жұмыскерлер тұрмай ма, жұмысшылар тұрмай ма компанияңда? Проблема в тебе. Қазіргі жастар ақмақ, қазіргі жастарда білім жоқ, жұмыс істегісі келмейді, жалқау емес. Это проблема в тебе. Сен өзіңнің командаңа мықты адамды әкеле алмайсың. Всегда запрос өзіңнен болу керек. Сондықтан да әдеттермен жұмыс істеу бірінші мәселе. Өміріңді түбегейлі өзгерткің келсе, әдеттерді өзгертеміз. Келесі слайд. Қаржылық еркіндік бұл психологиялық еркіндік. Мен жаңа айтып жатсыздар ғой, ақша деген мен үшін еркіндік деп. Сіздерге бірінші очередте өз басыңыздың, миыңыздағы еркіндікпен ойланып көру керек. Что вы для себя считаете? Сіз өз өміріңізде өзіңізді еркін санайсыз ба, жоқ па? Ондай адамдар, ақша мен үшін еркіндік дейтін адамдар, олар өз өмірлерінде өзін еркін сезінбейді. Олар ойлайды, мен қазір ақшам болса, менің қолым ұзарады, мен еркін болам деп ойлайды. Ал бірінші, егер сізде ақша болсын десеңіз, бірінші сіз басыңызда еркін болуыңыз керек. В голове должна появиться свобода и появятся деньги. Ақша табуда еркіндіксіз мүмкіндіктер көре бастайсыз. Ақша мүмкіндік деген адам, ақша мүмкіндік деген не бала айтты? Молодец, жасы кіші болғаннан кейін солай айтып жатыр. Өйткені ақшасы бар адамда ғана мүмкіндік бар деп ойлайды, бірақ мүмкіндік бәрінде бар. И ақша болса мүмкіндіктер болады деген адам, бұл өзінің қабілеттеріне сенімсіз адам деген сөз. Сондықтан да қабілеттеріңізді шыңдасаңыздар, ақша да болады. Всегда работаем так. Мысалы, сұрақ қойдым ғой, ақша дегеніміз сіз үшін не? Еркіндік па? Еркіндікпен жұмыс істейсіз, ақшаңыз болады. Ақшаны күтпейсіз. Ақша деген сіз үшін не? Мүмкіндік па? Мүмкіндіктермен жұмыс істейсіз. Қорықпаймыз, барыңыз, собеседованияға барыңыз, сөйлесе алмай жүрген адамыңызға барыңыз, ортаға шығып сөйлесуді үйреніңіз, мүмкіндіктерді бірінші ұстап үйреніңіз, ары қарай ақша да болады. То есть идем от обратного. Түсінікті ғой? Келесі слайд. Ақша табу карьерасын ертерек баста. Мен мысалы мына жерде жүрмін, маған жүру қиын емес. Мен сөйлеп жатырмын, маған сөйлеу қиын емес. Мен 2014-тен бері на камеру работаю, телевидениемен жұмыс істеймін, маған ол нәрсе қиын емес. Бұның бәрі тәжірибемен келеді. Жаңа айтқанымда үлкен бізде проблема, ақшамен қарым-қатынас тек оқу бітіргеннен кейін, университеттен кейін басталады деп ойлайды. Ақша табуды ертерек бастау керек. Үй қабырғасында ата-ана балаға ақша табуды үйрете берген дұрыс. Жаңағыдай, егер даже сіз мемлекеттік мекемеде істесеңіз де, баланы жұмысқа алып барып,
не үшін жұмыс істеп жатқаныңызды көрсеткен дұрыс. Мысалы, Англияда мынандай жақсы дәстүр бар. Бүкіл компаниялар, неважно, мемлекеттік болсын, частный болсын, день семьи ұйымдастырады. Сондай күні ата-аналар өздерінің жұмыс орнына балаларын алып келеді. Сөйтіп отырып таныстырады. Мына жерде мен отырамын, мен андай қағаздарды жасаймын да, оны анау көкеге берем. Ол сосын онаған алып барады да, ол ана жаққа өткізеді деген сияқты жұмыс орнымен балаларын таныстырады. Ежегодно сондай фестивальдар болады. Өте маңызды. Бұл балаға менің әке-шешем просто 8 сағат құрып кеткен жоқ, ақша тауып жатыр деген түсінік отырғызады миына. Өзі жұмыс істемесе де ол түсінеді. Ертең мен өскеннен кейін жұмыс істеймін, ақша табам деген нәрсені ол көзімен көреді. Бізде ата-аналар бүйтеді. Балаға жұмысын көрсетпейді, бірақ кешке қарай келеді жынданып. Осы сендерді асыраймыз деп, үй бетін көрмейміз. Қайда, бала оны көрген жоқ қой. Сен бір жерден келіп, қонақтан келген шығарсың. Мен білмейді оның ше бала. Үй бетін көрмейміз, осы сендерді асыраймыз деп өліп шаршап келдік. Қарап отырасыңдар осы біздің бетімізге деп та. Балаға көрсету керек жұмысты. Всегда показывайте. Мемлекеттік мекемеде қайда болсын, бастығыңызбен сөйлесіп болсын, барып көрсетіп, сіз ақшаны қалай табатыныңызды көрсетуіңіз керек. Ата-ана балаға үлгі. Сіз ауызбен айта алмайсыз, сіз ұрысқанымен ертең сен адам боласың, оқуыңды бітір, ертең сен күшті карьера жасайсың. Өзіңіз карьера жасамадыңыз ба, балаңыз жасамайды, скорее всего. Скорее всего, жасамайды. Менің әке-шешем карьерист болғаннан кейін, мен де карьеристпін, сондықтан да ол заңды да, мен әке-шешем жолымен бару. Сол сияқты сіз қандай болсаңыз, балаңыз сондай болады. Ақша табу карьерасын ертерек бастау керек. Келесі слайд. Тұлғалық даму ақша табумен тікелей байланысты. Бізде бүйтеді, маған ең көп қойылатын міннің бірі, көп эксперттер айтады, сен ақша деп өліп қалғасын, сен ақшадан өлгенсің дейді маған. Сен рухани байлықты ұмытып кетесің, ақшадан өлгенсің сен дейді да. Вы знаете, ақша табу оңай нәрсе емес. Ақша табу үшін адам көптеген қабілеттерін дамытады. Адамдармен сөйлесуді үйренеді, дисциплинаны үйренеді, жауапкершілікті үйренеді. Яғни ақша табу оңай нәрсе емес. Жақсы ақша табу үшін адам өте көп өзінің біліктілігін арттырады. Ол жерде даму жоқ деп кім айтты? Ол жерде рухани байлық жоқ деп кім айтты? Мен мысалы ақша табуым керек, адамдармен сөйлесуім керек. Менің өте көп партнерларым бар, діни ортада жүретін. Мен олармен на одном языке сөйлесу үшін мен ұстазға барып оқып келем барып. Ой, бүйтіп айтқан ғой, мен көп нәрсені білем. Сондықтан да мен кез келген ортада жүрем. Маған партнерлар керек. Сондықтан да мен біліктілігімді арттырам. Керек болса мынаны оқимын, керек болса ананы оқимын, керек болса тіл оқимын. Сондықтан да ақша таба алуды дамыту, көбірек ақша табу тұлғалық дамумен тең деп айтар едім. Менің позициям осы, ұрыссаңыздар, ұрса беріңіздер. Рахмет. Сосын келесі. Менің ең сүйікті айтатын сөзім. Ертең бүгіннің баласы. Біздегі қазіргі кезде особенно әлеуметтік желі, интернеттің дамыған заманында көптеген маркетинг, қайда қарасаң реклама. Байқайсыздар ма? Көбісі байқамайды. Міне сен көшеде кетіп баратсың, басыңды көтердің, вывеска реклама. Телефонға қарадың, таргет, WhatsApp, барлық жерде реклама. Қазір қарайсыздар ма? Адамдар көп тамақ жей бастайды. Потому что тамақтың рекламасы слишком көп қой. Слишком көп қой. TikTok'та ашсаң, анау фуд-блогерлар, ана Алматыда шығыпты 1 метрлік дөнер деген құрсын, ананы қалай жейді. 1 метрлік дөнер, 1 метрлік дөнер. Қазір қарасаң, ақшаның, тамақтың рекламасы чересчур. 2 пицца алда, 3-шісін тегін ал, жаңағыдай ше. 30 суши алда, 50-ін тегін ал деген сияқты. Өте көп осындай. Бұл дегеніміз не? Біздің назарымыз өте көп ұрлануда. Біздің мақсаттарымыздан, біздің өзімізден, біздің қалауларымыздан ұрлануда. Осы нәрсені реттеп үйреніңіздер. Менің YouTube каналымда выгораниеден құтылу деген тегін курсым бар, 3 сабақтан тұрады. YouTube'тан тауып алыңыздар, қараңыздар. Мен сол жерде именно көрдіңіз бе? Кім көрді? Молодцы, молодцы, молодцы. Теп-тегін тұр, өте жақсы түсірілген 3 сабақ. Көріп, соны іске асырыңыздар. Өйткені ертең бүгіннің баласы. Сіз бүгін қандай ойлармен жүрсеңіз, басыңызда, қандай оймен жүрсеңіз, ертең сол күн қайталанады сізде.
бүгін тек қана жаңағы пицца деп ойлап, тағы бірдеңе, немесе жаңа проблемный отношенияны ойлап, сондай нәрсеге көп энергияңды құртасың ба, ертең сол күн тура сол қайталанады. Ежедневно одно и то же. Сен бүгін нені ойласаң, ертең сол болады. А бізде ең сорақысы, көп адамдар бүгін отырып, кешегі күнді ойлайды ғой. Кеше болып кеткен, баяғыда болып кеткен, уже қайтпайтын мәселені ойлайды. Неге екенін білмеймін де. Сөйтеді, получается, сен кешегі өтіп кеткен проблеманы бүгін ойланып отырсың, еще бүгін соны мыжып отырып, ертеңгі күнге әкетіп жатсың сен. Осыны сіздер ұмытпаңыздар. Ертең ол бүгіннің баласы. Бүгін басыңда қандай ой бар, ертең сол нәрсе алдыңнан келеді. Вот здесь голову надо держать стерильно. Түсінікті ғой, сабақты қараймыз, ютубта ашық тұр, теп-тегін. Болды деймін ғой. Болды ма? Қараш. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Как вас много. Рахмет үлкен. Так, біз сұрақ жауапты қалай жасаймыз? Қазір айтамын. Қайсы сотын беріңіз. Кездесу қалай болып жатыр? Сіздерге экранға QR код берілген, осында өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыздар, жазып жіберсеңіздер, бізге WhatsApp-қа келеді. Соның ішінен іріктеп, Роза ханым жауап беретін болады. Аудио жібергеніңіз? О, кетті! Тура түнгі шайдағыдай. Түнгі шайда, соңғы кезде 2,5 мың адам отырады ғой, үйрен қалдық ше. Так, жақсы сұрақ, туыспен бизнес бастаған қалай қарайсыз? Бізде осындай региондарда үлкен проблема, бір бизнес бастаймын деген соң, ана үніңді қосбасайшы қасыңа. Өте дұрыс жасайсың. Ана қарындасыңды жұмысқа ал деген сияқты. Бұл жерде енді бірден кесіп айтамайсың, алма деген сияқты мәселеде ше. Шартпен алу керек. Мен сен аламын жұмысқа, мен талаптарым осындай. Осыған жасай алсаң, жасадың, жасамасаң, онда келісім. Келісім болмаған жерде всегда конфликт болады. Өйткені алдын ала ашып айтылмаған кезде, ол жерде адамның басында мынандай ожидание көп болып қалады да. Сіздің жұмысыңызға келген туысқаныңыз отырда бүйтіп ойлайды, так, ол менің ағам ғой. Қазір мен кішкене отырам, сосын ол мені көтереді жұмыста. Сосын ол маған табысын жартысын береді ол маған деп. Ол ойланып отыр. Сіз оны алған кезде жаңағыдай айтқан жоқсыз, қиналып туысқан алған кезде енді нешек қой, жүре тұрсын енді. Бірдеңе үйренсе, может, буду продвигать. Бірақ ол ашық әңгіме айтылған жоқ. Әркімнің ойы ғой, әркім анда ойлап отыр да. Бірақ сөйлескен кезде әңгіме мындай, қалайсыңдар? Енді бастап істей бересің ғой, енді үйреніп кетесің, нормально деді. Айтылған жоқ, шарт айтылған жоқ. Ана өзінің ойымен кетті, сен өз ойыңмен кеттің. Уақыт өтеді, ол өзінің ойына сенімді, ол уверен ол. Ертең ақшасын жартысын беретініне уверен болады. Сондықтан да үлкен ошибка, пожалуйста, келісім шарт. Міне осындай уақыт көреміз, сенде опыт бар ма, жоқ па? Мынандай нәрсе, бұл орында отыратын адам, мынандай біліктілігі болу керек, ол нәрсе сенде бар ма, жоқ па? Болмаса, онда мне придется искать, немесе обучениеға барасың деген нәрсе алдын ала айтылу керек. Түсінікті ғой? Кетті ғой деген. Мынаны ашамаймын мен, Әбеке. Мынау жабылып қалды. Сен дауысын басып бере салыңызшы. Келесі. Бизнесті масштабқа шығарудың нақты қадамдары жақсы сұрақ. Масштабқа шығару үшін бизнестің өзі байланысты. Мына жерде ақпарат жоқ, болса мен айтуға болатын едім, әр бизнестің өзінің масштабы әртүрлі болады. Ол қызмет па, ол тауар ма, қандай бизнес. Сондықтан да нақты қадамдарын айта алмаймын. Аудит керек біріншіден. Масштабқа шығу үшін менеджментті реттеу керек. Ішкі, яғни масштаб дегеніміз ол бірінші очередь ақша. Бізде бүйтіп ойлайды, бизнеске масштабқа шығару деген сөз ол Атыраудан, Құлсарыдан, Ақтаудан бәр жерден қазір филиалдар ашып тастаймын да, сосын шетелде ашам, сосын шетелге шығам деген сияқты. Ол масштаб емес. Масштаб ол бірінші очередь менеджмент. Көп компанияларда сіздің шығыныңыз компанияның ішінде ақ болып жатыр.
иә, сыртқа сіз тауарыңыз не қызметіңіз әлі клиентке бармай тұрып сізде шығын болуы мүмкін. Ол дұрыс емес команда, дұрыс емес бизнес процестер. Масштабқа шығу үшін полный аудит керек. Және масштабқа шығудың әр бизнесте өзінің стилі, өзінің стратегиясы бар. Толық ақпарат болмағаннан бірдеңе деп айта алмаймын, иә? Дальше кеттік. Масштаб. Табыс табу кезінде өзіңнен аяу, чувство винадан қалай арыламыз? Өзіңнен аяу. Адам өзінен аяп үйренбеу керек негізі. Потихоньку надо начинать. Жаңа ақша жинаған кездегідей принцип, иә? Ой, әдінәс. Мен қазір аямаймын өзімнен деп бүкіл оборот салып жүруге болмайды. Хорошо? Олай емес, иә? Кішкентай суммадан бастаймыз. Мысалы, сіз алдында ресторанға барған кезде өзіңіз үшін обедке 5000 теңге құртатын болсаңыз, жаймен 7000 теңге құртыңыз. Иә, басқаша ресторанға барып, иә? Яғни өзіңнен аямауды үйренуді, ақшаны бүйтіп жағып жіберу емес. Потихоньку, хорошо? Еш нәрсені резко жасауға болмайды. Я против того, чтобы делать что-то очень быстро. Ойбай, өзінен аяма, один раз живем деп барып, 1 миллионға айфон алып алғаннан пайда жоқ. Хорошо, өздерің қиналып қаласыңдар. Мама, мен үлгермедім. Қойдыңдар, қазір тоқта. Қайсысын оқимын? Қалай ақшаға тәуелсіз болуға болады? Ол үшін пассивный доходқа шығу керек. Бірінші пассивный доходқа шықпай тұрып, жаңа айтқанымдай, өз ісіңіздің маманы болу керексіз. Қай кезде де мен по-любому ақша тауып алам. Я, мен сондай маманмын, мен жұмыссыз қалмаймын деген уверенность сізде болу керек. Ол үшін сізде маман ретінде сіз өте өзіңізді дамыту керексіз. Бірінші, екінші, ақша жинап үйренуіңіз керек. Ақша кез келген адам, сіз ақша жинайтын адамдар білет, жаңа қол көтерді ғой, олар білет. Жиналып тұрған ақшаң бар екенін білген кезде сен реально өзің спокойно сезінесің. Тебе реально хорошо. Я? Осы екі нәрсені мұқият болыңыздар. Роза ханым, ақшаңызды қалай есептейсіз? Пайызбен тапқан табысыңызды қалай бөлісесіз? Менде бірнеше конверт, бірнеше кошелек, менде финансист бар жалпы. Мен оған миым жетпейді, білесіздер, мен қаншама эфир жүргізем, қаншама мен күшім де жетпейді, сондықтан да менің өзімнің жеке финансистім бар. Олар түскен табыстың бәрін өздері бөледі, сосын мен шешім қабылдаймын, мына жаққа инвестицияға береміз, мына жаққа, мынаны қайырымдылыққа береміз, мына үйдің шығыны деген сияқты солай бөлінеді. Менің бизнесімдегі ақша солай бөлінеді. Мысалы, осындай жиындарда, осындай живой кездесудегі ақшаларым бәрі менде благотворительностьқа кетеді, садақаға кетеді түгелдей. Рахмет. Рахмет. Так, ақшаны өзінен аямауды айттым. Прямо хит вопрос. Мына жерде бірнеше жігіттерден келіп жатыр даже. Жігіттерде де бұл проблема бар, өзінен аямау. Яғни ақша тауып бастаған, кәсіпте жақсы қадамдар жасаған жігіттер көбіне, особенно жас болса, особенно үйленбеген болса, олардың мойнында жаңағы әке-шешесі, роднойлары отырады, достары, кафеде төлеп жүру деген сияқты да. Кішкене ол сол өзіне сенімді болуды үйрену керек, және нақты ақшаға қатысты адамда жоспар болу керек. Сіз тауып отқан табысыңыздан не алғыңыз келеді, мүмкін үй алғыңыз келетін шығар, мүмкін көлік алғыңыз келетін, соған ақша жинайтын шығарсыз. Сізде нақты мақсат болмаса, ақшаңызды құртып жібересіздер. Жігіттер сөйтеді обычно. Ставьте четкие цели. Так, масштабтауды айттым. Мотивацияны қалай оятуға болады? Негізі адам өзіне ұнайтын нәрсені жасаса, оған мотивация керек емес. Просто керек емес. Сен өзіңе ұнайтын нәрсені жасаса. Енді осы жерде ловушка. Өзіме ұнайтын нәрсені қайдан білем? Я? Бәрінің проблемасы. Өзіме ұнайтын нәрсені қайдан білем? Адамға жалпы бізде мынандай нәрсе бар, орыстарда жақсы сөз бар. Тяжело в учении, легко в бою дейді. Саған ұнайтын нәрсені сен кезінде үйреніп алдың. И сен оны оңай істейсің. Бірақ сен оны ұмытып кеттің, сен үйрену барысында қиналғаныңды сен ұмытып кеттің. Мысалы, жақсы торт пісіретін болсаң, тамақ істейтін болсаң, қыздардың көбісі тамақ істейді, сіз тамақ істеген кезде, бір кезде күйдіріп жүрген, бір кезде өртеп жіберген, бір кезде жабыстырған, оны есіңізде жоқ, бірақ сіз үйрену процесінде болдыңыз, ол сізге ұнаған жоқ. И это потом стало легко. Адамға бірден ұнамайды. Бізде көп жастар жұмысқа тұрады. Мен нервім ойнайды сондайға ше, жұмысқа тұрады да.
2 айдан кейін ой, бұл менің жұмысым емес екен, бұл менің призванием емес екен, мен өмірде призванием тапқым келеді дейтіндер. Это невозможно определить 2 айда. Бір жұмыстың сенікі немесе сенікі емес екен білу үшін сен 1 жыл уақыт кету керек. 1 жыл уақытың кету керек. Сол жұмыстың қыр-сырын біліп, әбден үйренген кезде ғана. Жаңа айтып жатырмын да, мотивация, анау мынау деп жатсыздар ғой. Мотивациясы жоқ адамдар осы обучение, үйрену процесін өте алмағандар, құлап қалған ғой жолда. Адам кішкене бойында жігер болу керек. Үйренуді өз бойында дамытуда жігер болу керек. Бұл да еңбек. Мен 35 жасымда көлік айдап үйрендім. Қазір у меня такое ощущение, как будто мен машинамен туылған адам сияқтымын. Машина ішінде туылған ба сондай сияқтымын. Хотя мен 35 жасымда отырдым рульге. 2 апта үйрендім. Одан кейін қорқа жолға шықтым. Үйрену процесі маған қиын болды. Өте қиын болды. Это такой стресс был. Машинаға қорқып отырып, жылап шығатын ем машинеден ше. Ана бірінші кезде педальды не чувствую, аяқ киімді шешіп қойып жалаң аяқ отырам. Бүкіл нәскилерім ана поликтен қап-қара болады ше. Жалаң аяқ айдайтын ем. Ол қиындықтар менің есімде, өйткені кез келген адамға жаңа нәрсе үйрену қиын. Бірақ үйреніп алғаннан кейін сол нәрсе саған оңай болған кезде ол нәрсе саған қатты ұнайды. Өзіңе ұнайтын нәрсені табу үшін сен бірінші ол нәрсені үйрену керексің. Бірден ұнамайды ештеңе. Өздеріңді алдамай қойыңдар, мақма? Типа мен ана подружкалар тоже мен жұмысқа кірдім да маған сразу ұнап кетті деген өтірік әңгіме ол. Хорошо? Не бывает такого. Мынау тағы өшіп қалды, мынаны өшпейтін қылып беріңдерші, пожалуйста. Нормально болып отыр ма? Рахмет. Вас так много. Рахмет үлкен. Қуаныштың Атырауға келгеніме. Айтып отырмын ғой, осы уақытқа дейін мен Атыраудың қызы деп ойлаған. Сіз батыстың қызы сияқтысыз деп. Мен бұрындары, мен Астанада медициналық компанияда жұмыс істеген кезде Медикер білет көбі Атыраудағы. Біздің Медикердің врачтары Эмбамұнайгазды обслуживали. Біздің медсестралар осы жерде Атырауда, Индерде, Доссорда, Құлсарда барлық жерде бар. Соны жаңа телефонмен сөйлесесің, Атыраудың врачтары сен менсінбейді, тем более сен Астанадан звондап жатсың ше. Менсінбейді ғой, ана саған егер сен отчет алмасаң, айлық түспейді саған. Маған айлық керек. Енді Атыраудағы врачтармен сөйлесіп үйрену керек. Соны сөйлесіп енді Атырауша сөйлеуді үйренесің ғой. Сол диалектті сон ой, Роска, өзіміздің қыз, Астанадағы өзіміздің қыз деп маған отчетті бірінші жібереді. Қайдан білсін южанка екенінде? Вау! Дисциплинаны қалай қалыптастыруға болады? Дисциплина мәселесі де жаңағыдай. Бізде проблема неде? Қыздар, жігіттер, әңгімен андай. Біз бірдеңені үйренген кезде, біз резко үйренгіміз келді. Болды, понедельниктен бастап басқа өмір бастаймын деп ше. Болды, телевизор көрмеймін, тиктокты, инстаграмды бәрін удалить тастап, кітап оқып ше. Гречка мен айран ше, понедельниктен бастап. Сосын бір күн, 2 күн, 3-ші күн ломка ғой. Ол неге? Өйткені біріншіден сен оны жалғыз өзің істеп жатсың. Екіншіден ол слишком ауыр. Адам өз өмірін бірден өзгерте алмайды. Дисциплинаны кішкентайдан бастайсың. Бір определенный өзіңе бір список жасайсың да қарайсың. Бір күнге сен 10 тірлік жазсаң, оны бітіре алмасаң, өзімізді ұрыспаймыз. Значит, сен 7 жазу керексің. Найти өзіңмен контакт табу, саған қалай ыңғайлы. Мәселе дисциплина деген қысқа уақытта көп нәрсе жасау емес. Дисциплина дегеніміз ол өзіңе ыңғайлы темпте тірлікті тындыруы, короче. А проблема же в чем? Сен өзіңнің темпіңді білмейсің, тірлік тынбайды. Қырып тұрып жасын спискті, ол жасамайсың, сосын болды депрессия. Жасамадым, мен жалқаумын, тағы бірдеңе. Так не делается. Барлық нәрсе әсте-әсте. Өзімізді қинамаймыз. Не надо пытаться сразу изменить свою жизнь. Не бывает такого. Ол бәрі өзің өміріне қайтып келесің бәрібір, депрессия ұстап. Мысалы, неге бізде оразада ораза ұстап кету оңай? Өйткені бәрі ораза ұстайды да. Сен сол вайпта жүресің, қарның ашпайды сен. Тамақ жоқ, күндіз ешкім саған тамақ бермейді, даже если не хочешь. А сендер диетаға отырғыларың кетіп, бірақ балаларыңа, күйлеріңе тамақ істеп бересіңдер. Қалай ол тамақты көріп тұрып жемейсің оны? Ол күнде көріп өзің жасап жатсың, ол
яғни орта маңызды бір нәрсеге үйренген кезде орта маңызды достарыңызбен, подругаларыңызбен бір вайбта болуға тырысу керек. Сондай ортаға түсуге тырысу керек. Медитация дегенге қалай қарайсыз? Мне нормально заходит, ұйықтай алмаған кезде жақсы ұйықтаймын. Арнайы ютубта музыка, медитация мен үшін бар ғой, ыңылдап тұратын музыка, спадағы сияқты. Вот это. Егер сол айтып отқан болсаңыздар, маған нормально. Ортада перед публикой қалай еркін сөйлеп үйренуге болады? Техника речи, ораторский жаңағыда курстар деген сияқты нәрсені болады жасауға. Барыңыздар, ол да бір білім. Оны да енгізу керек. Бірақ бұл да әсте-әсте болатын нәрсе. Ол бірден сөйлеп кетпейсің. Ана қызарып, бөртіп, терлеп, бір әзер дегенде сөйлесін. Тос айтатын кезде ше. Тос айтатын кезде жаңылсып, не айтармын, барлығын айтқанына қосылам деген сияқты айта саласың ше. Сондай нәрсені, міне сен бүгін барлығын айтқанына қосылам десең, келесі жол екі жол бір нәрсе жаттап бар. Жастар бақытты болсын бірдеңе деген сияқты. Ерінбе, интернеттен тауып ал. Соны жастап, солоны айтта, сосын артынан қалғандарын айтқанына қосылам деп айт. Сондай да, яғни оны да бітіп, екі шумақ, одан кейін тағы бірдеңе сөйтіп үлкейтесің. Ол бірден болмайды. Сосын мен жақсы, мысалы, мен қалай үйрендім? Мен өте интроверт адаммын. Сабақ айтқан маған ештеңе ұнамайды. Бірақ мен үйренгенім, мен айнаға қарап айтатын едім. Мен бала кезден арманым телевизорда шығу. Бірақ өзіме журналистикаға барған жоқпын, ешқандай телевидениеға қатысты мамандық алған жоқпын. Бірақ телевизорда жүрсің ғой бәрібір. Сонда былай жасайтын бала кезімнен айнаға қарап ернім бояп аламын да. Сөйтіп сабақ айтам. Телевизорда как будто выступаю. Сол сияқты ортада сіз не айтқыңыз келеді? Мысалы, көп адамдар осы проблема айтқан кезде бүйтеді да, мен ортада сөйлей алмаймын дейді. Хорошо, ортада сен не айтқың келеді десең? Білмеймін. Не айтқың келеді ортада? Тос айтқың келе ме? Не айтқың келеді? Определись для себя. Сен ортаға шығып не айтқың келеді? Презентациялар оқығың келсе, выступать еткің келсе, онда сату бөліміне маман болып тұр. Сетевойға кір, сетевойда көп қана таппердің ыдыстары, презентация дегенді өлтіреді. Барған кезде обязательно бірдеңе алып қайтасың ғой. Я жаңағына цептердің ыдыстарына барған кезде, неше түрлі реклама жасаған кезде, ол да өнер. Я сіз презентация жасап үйренгіңіз келсе, онда сату маманы болып тұруыңыз керек, сөйлеп үйренуіңіз керек. Сөйтіп презентация жасап үйренгеннен кейін, одан кейін өзіңіздің біліктілігіңіз артып жатса, мықты сату маманы болсаңыз, мастер-класстар өткізіңіз, үйретіңіз. Я жақсы сөйлеу, ортада сөйлеу біреуге үйрету арқылы келеді. Сен бірінші өзің үйренесің, сөйлейсің, содан кейін біреуге үйреткен кезде ол вообще басыңа мощно отырады ғой. Ұмытпайсың, уже сен аузыңды жапса да сөйлей беретін болсын. Для этого нужно жаңағыдай бүкіл этаптарды өту керек. Түсінікті ғой, да? Жаңа телефон не болды? Жоқ болып кетті ғой. Келіп жатыр ма сақтар? Мама, наның бәрін қашан жауап берем мен, ойбай, мына жерде бір прям қарамен бояп біреу жіберіпті, соны ашайын десем аша алмай жатырмын. Ақша құртқан сайын көңіл күйім түседі, қалай арылуға болады? Мен де көңіл күйім түседі. Бірақ мен көңіл күйім түспеу үшін ақшаны өзіме ұнайтын нәрсеге құртам. Өзіме пайдалы нәрсеге құртам. Мысалы, аласың ғой, киім аласың, өзіңе ұнайтын киім алсаң, не жалко же. Тамаққа продуктіге алатын болса, мысалы, ақшаны қайда құртасың? Продуктіге құрттық дейді да. Тамақ жейсің ғой, немеге көңілің түседі? Нормально ғой. Білмеймін онда. Мына жерде білмеймін, жеке бренд деген біреу қоймай жатыр, қазір қойшы. Міне. Роза ханым, жеке брендті дамытқан болашақта қалай жемісін қалай көрсетеді? Жасыл бомбердегі бала. Молодец.
такой этот не креативный, жазған сообщениесін көрінсін деп жырдығып жіберген ғой. Учитесь, как нужно пробиваться. Жеке бренд дамыту өте маңызды. Өйткені қазіргі кезде біз ойлаймыз, жеке бренд тек кәсіпкерге керек деп. Жеке бренд мемлекеттік қызметкерге де керек. Жеке бренд врачқа да керек. Мысал үшін, кез келген өз атырауда өз танитын бір-екі врачтар болады, білесіздер, ой, барсаң анаған бар деген. Сен ана кімге барсайшы, ана кісіге бар деген сияқты. Ол жеке бренді ғой, оның репутациясы ғой. Ол өзінің атына жұмыс істеді, и сен соның атына бардың. Бренд дегеніміз не? Бренд – это доверие. Ол сенім. Жеке бренд, яғни сенің атыңа, сенің репутацияңа сену. Өзің қандай мамансың, қандай адамсың, сен туралы басқалар не деп айтады. Бұл нәрсе тек қана мамандарға, немесе кәсіпкерлерге ғана емес, бұл врачтарға да керек, мемлекеттік қызметкерге де керек, бұл үйде де керек, туысқанмен араласқан кезде де керек. Көп абысындар сендерге де керек. Айтады, мысалы, 5-6 келін болатын болса, осыны бітірсе Гүлнар бітіреді, басқа ешкім бітірмейді осыны деген сияқты. Ол да жеке бренд қой. Гүлнар, значит, пысық басқа келіндерге қарағанда. Понимаете? Ол да жеке бренд бәріне керек. Сондықтан да өзіңіздің репутацияңызбен, атыңызбен жұмыс істеу маңызды. Так, дальше. 140-тан асып кетті сұрақтар, прикиньте. Тазалық пен байлық егізбе? Әрине. Әрине. Порядок. Тазалық дегеніміз, ол порядок, ол систематика. Тазалық бұл тек қана жаңағыдай сыртқы тазалық қана емес қой, это системность. Үйің таза болу үшін әр зат өзінің орнында тұру керек, Бұл бір система. Бұл системаны сен үйіңде жасасаң, сен оны ақшада да жасайсың. Мына ақшаны мына жаққа құртам, мына жаққа құртам, мына жаққа жинаймын деген сияқты. Бұл да бір дисциплинаны дамыту. Сондықтан да тазалық ол тек қана бір нәрсенің жылтырап тұрғаны емес, жалпы системный тазалықты айтып тұрған болсаңыз, сонда екеуі егіз деп айтуға болады. Так. Бағана айтып өттіңіз, адам алғаш ақшаны қалай ұстайды, солай эмоция қалады деп. Ендігі сұрақ, қазір өзің ақша тапқанда ата-анаңа ақша беру дұрыс па, без чувства вины? Это зависит от того, ата-анаға ақша беру, это зависит от того, сіз бірге тұрасыз ба, бөлек тұрасыз ба. Бөлек тұрған кезде түгел табысты беруге болмайды. Бөлек тұрған адам өзінің тұрмыстық жағдайын жөндеу керек. Көмек берген кезде, сіз біреуге көмек берген кезде, ата-анаға болсын, бауырға болсын көмек берген кезде, ол көмек сізге қиянат болмау керек. Яғни бізде көп қой туысқандар бір-бірлеріне, достар бір-бірлеріне кредит әперетін нәрсе. Ол дұрыс емес қой? Кредит әперу, немесе өзіңнің кредитіңді жабатын ақшаны беріп жіберу деген нәрсе. Яғни кез келген көмек сенің жеке қарабасыңа қиянат болмау керек. Адам бірінші очет қай кезде сен бірінші өзіңді ойлау керексің. Бұл эгоизм емес, бірақ өзіңе қиянат жасап, өзіңнен ұрлап, біреуге көмек көрсетуге болмайды. Сондықтан да негізі ата-анаға көмек көрсеткен жақсы, ата-ананың дұғасы қабыл, осыны қолдану керек деп ойлаймын. Мысалға, ата-анаға сыйлық берсең несі жаман? Сосын жалпы біздің ата-анамыз ақша жақсы көреді ғой, давайте открыто говорить. Сен отбасыда 4-5 бала болатын болса, соның ішінде мамасына кім ақшаны көп береді, сол бала жақсы. Сол үйге қонаққа келген кезде ет асып қояды, ақша таппайтын баласы келсе, оған картошка қуырып береді. Понятное дело, любой әке-шешемен сен ақша арқылы сөйлесесің. Что в этом плохого? Бай болыңыздар, ақшалы болыңыздар, әке-шешеңізге көп беріңіздер, тарылмаңыздар, ақша табу мүмкіндіктері өте көп. Ата-анам көп ақша сұрады деп қиналудың қажеті жоқ. Сұраса, яғни сіз бере аласыз, сізде ондай мүмкіндік бар. Ата-анаңыз сізді ақша таба алады деп көреді. Ақша таба алатын балам, ақша таба алатын қызым деп көреді, значит. Сондықтан да бұл бір мотивация ретінде қарап тарылмау керек деп ойлаймын. Мен өзім позициям сондай. Ата-анам, рахмет. Ата-анам, атам, енем сұраған кезде барынша қуантуға тырысамыз. Роза ханым, бір минут айып өтпеңіз. Сіз сұрақтарды таусам дегенше, осы жерде отырған қатысушылардан кері байланыс алу үшін QR-кодтан өтіп, пікір білдірулеріңізді сұраймыз. Рахмет, жалғастыра берсеңіз болады. Пікір хотим. Пікір хочу. Жазып жіберіңдер. Так.
Сәлеметсіз бе, менің айлығым бір порогтан аспайды, яғни оклад емес, процентпен аламын, қалай көбірек ақша табам? Әрекетті өзгерту керек, мен айттым, мысалы сіз ай сайын, даже процент болса да, бонуспен алсаңыз да, ай сайын алатын ақшаңыз бір сумма болатын болса, значит жасайтын әрекеттеріңіз де сол бір деген сөз. Сіздің профессионализм де сол бір деңгейде деген сөз. Көбірек тапқыңыз келе ма, дополнительно бір квалификацияңызды көтеріп, өзіңіздің маман ретіндегі жаңағы неңізді, дәрежеңізді көтерсеңіз, ақшаңыз да көтеріледі. Бір басыңыздағы бір мимен, бір дәрежедегі біліммен және один и тот же әрекетпен басқаша нәтиже аламайсың. Хочешь больше денег, больше учись, больше развивайся, я? Так, мынаны оқыдық. С чем связана психология и деньги дейді? Это напрямую связано, психология. Яғни ойлау, адамның ойлау жүйесі, біз ойлаймыз, әр әрекеттің алдында ой тұрады бізде. Сен бірдеңені істемей тұрып, оны бірінші ойлайсың. Саналы не бейсаналы түрде, неважно. Мышление тікелей байланысты ақшаға. Ойлау жүйең өзгермей, ақшаңның көлемі өзгермейді. Біз бәрібір ақша істеген кезде сен әрекет жасайсың, адамдармен сөйлесесің, әңгімелесесің, коммуникацияның өзінде көптеген қателіктер болады. Сондықтан да бұл екеуі бір ұғым почти что. Балаға жақсы баға үшін, бөлмесін жинаған үшін ақша беру дұрыс па дейді. Қараңыз, баланың өзінің бөлмесі бар ғой, өзінің бөлмесін жинау, өз киімін жинау және оқығаны үшін ақша берген дұрыс емес. Өйткені бала ол маған керек емес, әке шешеме керек деп өседі ол. Бәрібір баламен сөйлесу арқылы оған білім алудың, өзінің бойында тазалықты ұстаудың маңызын балаға түсіндіру керек. Ол өзіңе керек деген нәрседе. Ақшаны онлайн қызметтерінен бөлек нәрсеге беруге болады. Яғни күнделікті істейтін қызметтер емес. Басқа нәрсеге, мысалы мектептің программасынан бөлек кітап оқыса болады. Бірақ мектептің біліміне емес. Мектептің білімі ол баланың өзіне керек, осыны түсіндіру керек. Так. Менде қаржылық сауаттылық бар. Енді соны курс қылып сатқым келеді. Молодец. Сіз ойымды жинақтап курс қылып оқытуға дайындай аласыз ба дейді. Мен қазір менторствоға алып атқан жоқпын. Менде сентябрь, октябрь полный уақытым жоқ, өкінішке орай. Тағы не? Мықты команда қалай жинауға болады? Мықты команда жинамас бұрын бірінші ассистенттен бастайсыз. Өзіңіздің қасыңыздағы бір көмекші аласыз ғой. Сол көмекшімен дұрыс қарым-қатынас, онымен бір команда бола алу, бір-біріңді жақсы түсіну. Сосын екеуіңнен артылған жұмыс болып жатса, үшіншісін аласың деген сияқты ол солай жиналады. Кішігірім кәсіпкерлерде. Не старайтесь бірден қазір мен кеше кәсіпкер болдым, қазір мен мына жаққа мынаны отырғызам, мына жаққа мынаны отырғызам емес. Барлық нәрсе накопительно келеді. Хорошо? Не пытаемся, андай не ведь, көп асайым деп, арағай білесіздер ғой, көп асайым деп, или білмейсіздер ма? Айтпай қойын деймін, ол жерде әкімдік отыр да. Так, суретке түсу попозже. Қандай бизнес бастауға болады? Мен бірдеңе деп айта алмаймын. Неге? Өйткені кәсіп көзі өте көп. Әртүрлі кәсіп бар. Әркім өзіне ұнайтын саланы табу керек, өзінің қолынан келетін нәрсені табу керек. Идея керек десеңіздер, менде қазір білесіздер, түнгі шайдан бөлек бизнес-разбор эфирлері болады. Бизнес-разборды қараңыздар. Басқа адамдардың істеп жатқан бизнесіне қарап идея келеді. Оны қандай істесем екен, біреу маған сол идеяны айтса емес, ізденсей, осындай разборларға қатыссаң. Сосын ютубта неше түрлі бизнес каналдар бар. Бизнес туралы айтатын тиктокта мамандар бар. Тиктокта құр отырып біреудің билегенін, ана Ақмаржанды, кімдерді қарай бермейше. Жозефина дегендерді қарай бермей. Кішкене бизнес туралы ақпарат қарасаңдаршы. Мысалы, лентанда не көресің, сол нәрсе шыға береді. Мен бизнес ақпараттарды қараймын, маған тек бизнес аналитиктер, тиктокта продвижение, рилста продвижение деген сияқты лента шығады да, мен лентама сондай ақпарат шығады.
Сен не көресің, сол нәрсені қарай бересің, до конца нені көресің, соны көре бересің. Неше түрлі приколдарды. Ондай приколдар менде де шығады негізі, бірақ онда көп емес енді. Әйтпесе мен қайдан білемін десей оның бәрін. Так, бухгалтермен таныстар көп сұрайды услугамды, бірақ төлегісі келмейді. Қалай дистанция қойсам екен? Қолым бос емес деп айтасың. Өзің жұмысында бітіріп алу керексің ғой сен. Мысалға да бізде бүйтеді. Сен бухгалтерлік услуга аласың. Сенің уже клиенттерің бар. Жаңағыдай келіп ақшасын төлемей сұрайтын таныстар, туысқандар по сути сенің уақытыңды ұрлап жатыр ғой. Сен қазіргі ақшаға келіп отқан клиенттеріңе қызметіңді қаншалықты сапалы көрсетіп жатсың. Қаншалықты сен сол налоговый отчеттарды тексеріп жатсың. Сен қаншалықты сол сандарға, сол жердегі отчеттарыңа сен сенімдісің. Отырда тексер, уақыт жоқ сенде туысқанға тегін көрсететін. Как она есть, надо говорить. Нет у меня времени. Клиенттерім слишком көп. Вот и все. Не обязательно отырып жаңағыдай болды, жоқ, мен туысқандарға көмек көрсетпеймін деп шештім емес та. Реально сенде уақыт жоқ қой. Сен ақшаға біреуге қызмет көрсеткен кезде сенде уақыт жоқ. Давайте как бы по чесноку. Мама, наны оқи алмай жатырмын. Так. Сосын сіздерге сюрприз десең. Осы ішкі саясат басқармасының сюрпризі да. Сюрприз ба қай айтсақ болады, қарасаңыздар видеокамераға бәрі түсіріп жатыр. Осы ақпараттар YouTube-қа шығады басқарманың каналында. Молодцы, Акимат, прошаренные. Содан кейін шығады, яғни алдында жаңа мына жерде сұрақтар болып отыр, ақша жинау туралы айтқан ақпараттардың бәрін қарап YouTube-тан қарап аласыздар. Барлығы беріледі. Хорошо? Барлығы сіздер үшін. Так. Декреттік демалысты шағын бизнес аштым. Өзім өкінбейтін, күйіп кетсе де өкінбеймін деген суммамен бастадым. Бірден осындай оймен бастау психологиялық тұрғыдан өзімнің сенімсіздігімді, сауатсыздығымды ақтап алуыма, әлде өз күшімді нақты реально бағалай алуыма. Это адекватные отношения, нормально. Яғни бизнес бастап көрмеген адам, бизнеске ақша салған кезде ол ақша саған қиын болмау керек. Ана бүкіл өміріңдегі жинап, теріп, осы маңдай тердің салған ақшаны жаңа бизнеске салып жүруге болмайды. Көру керек, жаймен көру керек. Хорошо? Сондықтан да это абсолютно нормально. Не жазыватсыңдар, подожди. Мен бүгін бәрі ақша туралы, бизнес туралы, бірде бірінде жігітім деген жоқ. Жігітім, жаңағыдай күйеуім деген жоқ. Түнгі шайда болады ол, Так. Мына жерде секіріп жатыр қайта ше. Оқи алмай жатырмын. Қаржылық сауаттылық туралы біздің қазақстандық екі автор бар. Біреуі Талғат Игіліков, екіншісі Дәулет Арманович, реал препод. Орыс тілді маман, реал преподқа жазылып, инстаграмын, ютубын қарасаңыздар, өте көп ақпарат бар. Талғат Игіліков біздің қазақстандық қаржыгер маман, қазіргі кезде оқушыларға, бірінші сыныптан бастап оқушыларға не дайындап жатыр? Кітаптар дайындап жатыр қаржылық сауаттылық бойынша. Скоро түгелде мектептерге енгізіледі. Балалар бірінші, екінші, үшінші сыныптан бастап қаржылық сауаттылықты үйрене бастайды. Сол кісінің кітаптары арқылы. Сондықтан да осы екі адамның кітаптарын рекомендую, кітап сұраған болсаңыздар. Жылама, қазір кетесіңдер. Так, адаммен сөйлесу бойынша жауап бердім. YouTube-тан қарай саламыз кейін. Күйеуімнің табысы арту үшін не істеймін? Огонь вопрос. Все зависит от того, жасы 23 екен. Баласына келгендей қылды ғой.